Негіз білесіздер ме, пойыздың жүргенін қайдан білуге болатын? Мына әжелерден білуге болады екен. Тек әжелер ғана біледі, біз білмейміз жастар. Егер әжеміз отырып, бісміллә десе, мына жүрдік. Оған дейін вообще орындарыңызда отыра беріңіздер. Сондықтан да мен Астана қаласына келіп отырған көрермендерге ризамын. Мына қазір біздің пойыздар көп қазір. Мен қазір енді мына былай пойыздарды айтып отырмын ғой, бізде қазір дамып келе жатырмыз. Тальга деген пойыз бар ғой біздің, шіркін-ай. Қазір мына жақында қазақстандық пойыз шықты. Президентіміз кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы өз лентасын кесіп, алдағы уақытта сондай пойыздар көбейсе екен дейсің де. Өзіміздің отандық пойызымыз. Мен мына Тальга испанский пойызға риза болам ғой. Қазаққа арналып шығарған пойыз. Да, прям қазаққа арналып шығарған пойыз. Білесіздер ме не екен? Іші тар. Ана пойыздың ішінде бар ғой, кірсең, тек односторонний. Онымен екі адам өтіп кете алмайсың оны. Арықтау біреу болмаса. Бір рет кіріп жатсам, Светлана Юрьевна деген біреу шығып жатыр бүйтіп. Оған вообще встречный шығуға болмайды. Встречный шықсам болды, сені обратно лақтырып жібереді. Біздің осы енді әйтеуір не керек? Еліміз өркендеп жатыр. Кім қай елден келсе де, кім қай жерден келсек те, елордамыз, Астанамыз күннен күнге өркендеп жатыр. Мен мына пойыз былай тұрсын, мен мына самолеттің өзіне де риза болам ғой. Біз асып жатамыз. Пойызбен де, самолетпен де. Өйткені бар ғой, мен байқайтыным, самолетте 2,5 сағат ұшып келіп, қонған кезде, бір 3 минутқа шыдамаймыз ғой. Отырсақ болады ғой, есік ашылғанша, тағы бірдеңе болғанша. Жоқ, самолет тұқ деп қонған кезде орнымыздан ат тұрамыз да. Бірден тек ремендеріміз шешіп тастап, үстімізден сумкаларды алып, бір-бірімізбен қабаттасып, орын бермей ешқайсымыз. Кәдімгі самолеттің ішінде қамап кететіндей кәдім бар ғой. Кто последний, тот остается в самолете деген секілді. Бір-бірімізге не бермей, сумкаларымызды жинап алып, ана стюардессы байғұстар, присаживаемся, пожалуйста. Молодой человек, присаживаемся. Қарамаймыз біз уже. Ұшып келдік қой, главный. Қыстырылып, таласып, шығуға дайын тұрамыз. Мен бір күн ойладым дос, несіне асығам? Осы самолет ішінде қалып қоймаймын ғой. Ең соңында шығайыншы құрсуда. Жұрттың барлығы бір-бірін тапап, әйтеуір самолеттің ішінен шығып кетті. Мен ең соңында шықсам, сол асығып шығып кеткен адамдар автобустың ішінде қыстырып тұр ғой. Нағып асығып шықты деймін да, мен түсінбеймін. Мен ең соңында шықтым, самолеттің автобусға міндім, есік күчік деп жабылды. Аэропортқа келдік, есік ашылды, мен бірінші шықтым. Сондықтан да ешқайда асықпайық, тек Астанаға асығайық. Құрғыр мөлдір барда терлемейтін едік. Мына негізі біз вниманияны жақсы көреміз қазір. Мейлі үлкеніміз болсын, кішісіміз болсын. Қазір енді әйелдер қауымы тем более вниманияны қатты жақсы көреді. Сен маған вообще внимание бөлмей жүрсің дейді. Мен түсінбеймін, қандай внимание саған? Таңертең келіп жатырық, кешке жұмысқа кетіп жатырық. Бай адамда әжелеріміз вообще внимание дегенді талап етпейтін күйеулерінен. Мен ешқашан естімеппін әжемнің бе, нағашы әжемнің осы атамызға сен маған внимание бөлмейсің деп отырған. Ол кезде наоборот, внимание бөлмесе екен деп жүретін. Ол кездің ер азаматтар жай жүрмейді ғой. Былай келеді ғой жаңа. Сонда мамаларымыз отыратын, осаға әйтеуір внимание бөлмесе екен маған деп. Бізге айтатын, жоқтағанша айт, біз жоқтағандан кейін келем деп. Сонда біздің папымдар вниманиясы келгенше жоқтамай жататын ғой. Қазір жас келіндер тек сразу маған внимание бөлмейсің дейді. Біз еркектер вниманиясыз өсіп келе жатырмыз. Біз бала кезімізде даже внимание көрген жоқпыз. Жас кезімізде внимание көрген жоқпыз біз. Біздің естіген вниманиеміз, ана радионы қосқанда внимание, внимание дейді ғой. Біз содан басқа внимание көрдік па?
Мектепке барсаң физрада внимание, шагом марш деген. Сол әлі шагайттап келе жатырмыз. Қазір тек бірден тек внимание. Қандай внимание? Баланың өзі қазір внимание талап етіп тұрады. Үйге кірсең болды, папа, внимание не уделяешь нам деп. Кілең телевизордан аннан-мұнан көріп алған. Енді қандай внимание керек саған? Я хочу в Мегу дейді. Енді ол внимание ма разве? Енді бәрі внимание. Әйеліңде внимание, қазір бәрі внимание. Біздің ер азаматтарға қазір бәрі внимание бөлгісі келеді. Мамаң да айтады, сен соңғы кезде вообще маған внимание бөлмей жүрсің дейді. Папаң да айтады, сен вообще внимание деген не екенін білесің бе дейді. Бәрі внимание талап етіп тұрады. Ұйқыдан тұрғанның өзінде де, жатарда да біз қазір внимание бөліп жатамыз ғой. Спокойной ночи, дорогая дейді. Үйтпесе біздікілер ұйықтамайды вниманиесіз. Таңертең ұйқыдан тұрғанда да қайырлы таң. Бұрын ана апаларымыз, ойбай-ау, таңертең дәмді тамағын пісіріп, сорпасын дайындап, сөйтіп әкелерімізді шығарып салып жататын біз көрдік. Сонда бір кәдімгі жылтпа ғой, енді кешеден қалған, соны бір сорпа жылқының етінен кәдімгі сорпасын дайындап, соны ішіп алып әкелеріміз маңдайы терілеп кәдімгі жұмысқа кететін. Бұрын аналарымыз біздің әкелерімізге внимание бөліп кәдімгі шығарып салатын. Сонда бір жылқының жаңағы сорпасынан шығарып салады, сосын кешке кәдімгі бір жылқының почти ақшасын алып келетін. Қазір завтракқа бізге не береді? 2 яичница, 2 жұмыртқа пісіріп береді, еще бір жылқының ақшасын сұрайды. Айналайын, енді яичница жеп кеткен адам, конечно, кешке яичницаның ақшасына келіп тұрады. Қазір бар ғой, бұрын әкелерімізді айтам да, мықты болған соншалық, мен осы тақырыпты көп айтам. Әке, ана дегендерді. Пока енді әйел туралы айтпай тұрайын. Бұрын әкелеріміз деймін да, ұйқыдан тұрғанда үйдің ер азамат екен көрініп тұратын ғой. Ана даже төсектен тұрғанның өзінде көрпесін фук деп ашып тастап, диваннан фук деп түсіп, үйдің үстінде дың деп қай бөлмеде кетіп батқан білесің даже бар ғой. Ол кезде ағаш полдар еді ғой. Дың деп киімін киіп, жаңағы сорпасын ішіп, жұмысқа шығарып салатын анамыз. Жұмысың сәтті болсын, жақсы жолың болсын деп. Қазір біз бұрынғы әкелеріміз сияқты көрпені фук деп ашу жоқ. Ты что? Оянып кетпесе екен деп. Красавица оянып кетсе бітті ғой. Оны ерте оятып жіберсең, күн жаққа настроение жоқ. Ана кішкентай бала болады ғой, бір ерте тұрып кетсе, күн жаққа жылап жүреді. Тура сондай білесің. Сосын не істейсің? Оятпайсың ғой даже бар ғой. Көрпенің астынан оянып кетпесін деп, кәдімгі ақырын бүйтіп, кәдімгі бір жыландар секілді. Көрпе, даже ашып жібермейсің көрпені. Көрпе кішкене ашылып кетсе, воздух кіріп кетеді ғой, ты что? Ақырын бүйтіп, көрпеден шығасың. Ана неге түскенде де ақырын түсесің. Ана резко түсіп кетсең, ана волнистый болып оянып кету мүмкін. Түсіп, баяғыдай дөңк деп жүру жоқ қазір. Ақырын жүріп, светті жақпайсың. Свет еті враг әйелдердің. Коридордың жарығымен киініп алып, трикоңның алды қайсы, арты қайсы әйтеуір. Таба алмай, ана триконың несіне сүрініп, екінші жағына. Сөйтіп барып, ваннаға барып жуынасың ғой. Даже судың да дауысын шығармайсың ғой. Ақырын бүйтіп. Вообще қай судың болса да дауысын шығармайсың. Холодильникті ашып, бұйырғаныңды жеп, әйтеуір есіктің өзін ақырын қытчық деп ашып, пытчық деп жауып, до того кіріп кеткені соншалықты, лифттің өзін ақырын шақырасың ғой. Вообще үйде ұйықтап жатыр вообще. Қазір бәріміз вниманиені жақсы көріп тұрамыз. Шынымен қазір әрқайсыңызды айтсам, ой, мен айтса екен деп отырады. Қазір біреуді бастап кетсем, қалғандар айтады, мен ұмытып кетпесе екен деп отырады. Даже тойдың өзін солай ғой.
бірдеңе көкеме рахмет, апама рахмет, сонау Түркістаннан келген аға апама рахмет десе, қалғандар бәрі күтіп отырады. Біреу ұмытып кетсең бітті. Тойың минус уже. Сондықтан да барлықтарыңызға бірдей внимание бөлгім келіп тұр. Қош келдіңіздер. Астана күні құтты болсын. Осылай бір-бірімізге внимание бөліп жүрейік. Дұрыс. Кеш жарық Астана. Астана қош келдің. Turfänen fikkelim, hepinsin, çekelim dinlem. Ey, стоп, шучу. Просто настроением көтеріп кетті, осы сіздердің бақшаңызды көріп отырғаныма. Махаббаттарыңызға рахмет, мың алғыс. Біз өзі қазір ашылып келе жатырмыз. Бұрын кішкене тұйықтау едік. Ол тәрбие. Дұрыс, біз асып кетпеуіміз керек, через жүр. Но қатты момында болып кетуімізге де болмайды. Мына кей кезде лифтта тұрасың ғой. Лифтта тұрғанда біз қазақ өзі кішкене ашыла алмаймыз ғой. Ана кейбір иностранецтер қазір біздің Астанада көп. Лифтта тұрсаң, ана иностранецтердің психологиясы сондай ма? Сен оны как будто түсініп тұрғандай сөйлейді. Кіріп келеді де, hello, good morning. Okay, now how деп кәдім. Сен де бірге онымен түсініп тұрғандай енді. Деп жаңағыдай. Флор Арфель деп жаңағы 5-ші этажды басып берші деген ғой жаңағы. Дұрыс айттым ба, дұрыс айтқан жоқ па, білмеймін әйтеуір. 5-ші этажды басып қоясың, сенімен бірге кәдім саған андай уверенно қарайды да көзге. Біз көзге қарай алмаймыз ғой. Мына кәдім көзге уверенно қарап кәдімгідей. Сен де қасым, қай жеріңге қарарыңды білмей қалсың сен өзің. Ана лифтта ондайда бір көтеріліп болмайды ғой, өмір бар ғой. Бір кезде тың дейді да. Бай-бай, welcome деп шығып кетеді. Дейсің ғой сол кез. Біз қазақта неге деймін да, мен көбіне байқаймын. Лифтта тұрады да, есік ашылғанда